Сонымен, жаңа Қазақстан процесі басталды ма? Ресейдің Қазақстанға көңілі неге пропагандалық арналар мен журналистердің, Дума мүшелерінің ауыздарынан жиі шығады? Баршаға сәлем. Достар, жаңа өмір басталып жатқанын сезіп жатырсыздар ма? Жоқ болса неге? Қазақстанға, қазақтарға қарата айтылып жатқан ресейліктердің мәлімдемесіне кімдер әрі қалай жауап беріп жатыр? Бірге қарастырып көрейік. Бастамас бұрын арнаға жазылып, лайк басуларыңызды сұраймын. Кеттік. 26 сәуірде Аманаттың 22-ші кезектен тыс съезі өтті. Басты партияны өзге партиялармен теңестіру бізді жаңа Қазақстанға апара ма? Қаңтар оқиғасынан бері қаншама кадрлық өзгерістер, тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дегенмен кадрлар өзгеріп емес, тек орнымен ауысып жатқанын көріп, біраз көңіл қалуда. Келісемін, кадр тапшылығы бізде жоқ емес, бар проблема. Бірақ Назарбаев кезінде қызметте болғандарды барынша ысыру тиімдірек болар ма еді? Бұл орайда апта бойы бәрін таңғалдырған Нұрсұлтан Назарбаевтың жаңа статусына қатысты мәжіліс спикері Ерлан Қошановтың сөзіне назар аудара кетейік. Спикердің айтуынша, Конституцияға Қазақстанның негізін қалаушы рөлі енсе, елбасы статусы жойылады. Бұл Назарбаев пен оның отбасына қатысты жеңілдіктердің қысқаратынын білдіреді. Қызық. Айтпақшы, адалдықты ту етіп, сайлау кезінде талай уәде берген Адал партиясы Аманаттың құрамына енді. Ал қосылды делік. Бірақ бұл үлкен серпіліс беретін дүние емес сияқты. Өйткені Адалдың қосылуы ештеңе өзгертпейді. Бұл жерде жаңа құрылып жатқан Мұхтар Тайжан, Санжар Боқаев партияларының әрекеті қызығырақ. Қандай әрекеттер жасалады екен? Жақын арада көретін сияқтымыз. Ал енді қозғағым келмесе де, миға қонымсыз мәлімдемелерімен бұл тақырыпқа орала беруге итермелей беретін ресейлік пропагандаға тоқталайық. Қазақстанда биыл 9 мамыр яки жеңіс күніне арналған шеру болмайды. Бұл аса орынды шешім екенін түсіндірмей-ақ қойсам да болатын шығар. Бұл жерде осы шешімге қатысты шу шығарып, өзінің 5 тиынын кіріктіріп жүргендер мәселесін айтқым келеді. Қазақстанда Украинадағы сценарий қайталанады дейтіндерге жауап қайтару керекпіз бе? Күн артып ресейлік арналардан бізге қатысты небір ойлар айтылып жатыр. Жақында ресейлік тележүргізуші Тигран Кеосаян келесідей мәлімдеме жасады. Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс? Или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации, Тигран Эдмондович Кеосаян. На Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно. Бұған қоса біздің халықты қу әрі қайырымсыз атап, достық қарым-қатынас ойыны бітті. Енді тек тірі қалу мәселесін ойлау керек. Қазақстан Ресейдің саясатын қолдап, оны ұстану керек. Алдымен бұл тележүргізушінің саяси аланда сөзінің еш салмағы жоқ тұлға екендігін ескере отырыңыздар. Біз жай ғана тележүргізушінің сөзіне мән бермеу керек шығармыз. Дегенмен қазір оған жауап қайтарғысы келетін, оның сөздеріне реакция білдіретіндер көп екендігі айдан анық. Негізі біздің халықты ондай ақпаратты тіпті қабылдаудан арылтатын мәдениет керек. Путиншіл ресейліктермен қатар біздің елде де бұл саясатты қолдайтын надандар жоқ емес, бар. Әрқайсының орнына қоямыз деп оларға көп көңіл бөліп қоймайық. Реакция болмаса, мазмұнсыз ақпарат өзі-ақ көп ұзамай өшіп қалады. Ал бұл Тигран сияқтылардың басты мақсаты да сол. Өзіне назар аудартып, бұл мәселені барынша ақпараттық аланда таралуын көздейді. Өзінің статистикасы да жоғарылайды. Не дегенмен бұл персонажға Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі көп кешікпей реакция білдірді. Баспасөз қызметінің хабарлауынша, көршілік қарым-қатынас атмосферасını улап отырғандықтан, ол енді Қазақстанға кіру құқығынан шектелетіндер тізіміне енеді. Сыртқы істер министрлігінен басқа жеке өз атынан қоғам белсендісі Арман Шораев ресейлік тележүргізушіге қазақтардың кім екенін сендерге көрсетеміз деп келесідей жауап қайтарды. И, Тигран, прежде чем оскорблять казахский народ, ты должен был думать о последствиях. Например, о том, что в Казахстане живет несколько десятков тысяч твоих соплеменников. Армянская диаспора, которая живет у нас очень давно и свое будущее, своих детей связывает не с Арменией, тем более не с Россией, а с нашей страной. Вот ты, конечно, поставил их в очень неловкое положение. И мы вам покажем, кто такие казахи, и умеем ли мы воевать. Естеріңізде болса, 2020 жылы депутат Никоновтың сөзі үшін Песков кешірім сұраған еді. Бұл жолы ресейлік билік қандай жауап қайтарады екен? Көрейік. Ал сіздің ойыңызша біз, Қазақстан халқы, бұндай сөздерге мән беріп жауап қайтаруымыз керек пе? Әлде мүлдем елемеу дұрыс па? Жауабын видео астына қалдырыңыз. Бүгінге айтар ой осы. Қазақ тілді контентті бірге дамытайық достар. Қолдауларыңызға алдын ала алғыс білдіремін. Келесі кездескенше.